Абай облысында жылыту маусымы басталғалы бері өрт оқиғаларының саны күрт өскен. Биылғы жылы жылыту кезеңінде өңір аумағында 304 өрт оқиғасы тіркеліп, бұл өткен маусыммен салыстырғанда 44%-ға көп. Қайырлы күн, қымбатты көрермен, сіздермен мен Арайлы Мирланқызы. Бүгінгі подкастымыздың тақырыбы кәсіпкерлерге тексерістерді ұйымдастыру және өткізу қағидалары, сондай-ақ өрт қауіпсіздігі саласындағы заңнама талаптары бойынша түсіндірме жұмыстары жайлы сөз қозғайтын боламыз. Мұндай көрсеткіш мамандарды да, тұрғындарды да алаңдатып отыр. Осыған байланысты облыс кәсіпкерлері мен тұрғындары арасындағы түсіндірме жұмыстары, алдын алу шаралары кеңінен жүргізіліп жатыр. Олай болса, студиямыздың қонағымен таныстырып өтсем, Абай облысы Төтенше жағдайлар департаменті мемлекеттік өрт бақылау басқармасының бас маманы, азаматтық қорғау капитаны Қадырбеков Ерасыл Ержанұлы. Қош келдіңіз. Олай болса, бірден сұрағымызға көшсек, өрт қауіпсіздігі деген ұғымның мәнін түсіндіріп өтсеңіз, және де бұл нені білдіреді және оның қоғам үшін маңызы неде? Өрт қауіпсіз дегеніміз ол адамдардың, мүліктің және қоғамның, нысандардың, мемлекеттік нысандардың өрттен қорғалған күйі. Яғни өрттің шығуына жол бермейтін және өрт болған жағдайда аз залал келтіретін, барынша азайтатын жағдайлар мен және шаралардың жинағы деп айтсақ та болады. Бұл не үшін қажет? Өрт қауіпсіздігін адамдардың және біз өмірін сақтау үшін, мүлкін сақтау үшін, орман алқаптарда өрттің алдын алу шаралары бойынша және осы материалдық шығынды азайтуға және осы біздің нысандарда өртті барынша азайтуға, өрт болмауға жол өрт қағидаларында жазылған. Жақсы, рахмет. Жалпы өрт қауіпсіздігін сақтау мен бақылау кімнің құзыретінде? Бұл саладағы мемлекеттік бақылау қалай жүзеге асырылады? Өрт қауіпсіздігінің талаптарын сақтау ол жәнегі мемлекеттік бақылау және қадағалау уәкілетті органдарға талапты, және бұл уәкілетті орын азаматтық қорғау органдары болады. Азаматтық қорғау туралы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес және кәсіпкерлік кодексімен жүйеге асырылады. Өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау қандай түрлерге бөлінеді және бақылау мен қадағалау арасындағы айырмашылық неде? Өрт қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік тексеру негізінде екі түрден болады. Ол жәнегі бірінші түріміз ол жоспар бойынша, екіншісі түріміз ол жоспардан тыс деп аталады. Яғни жоспардан тыс неплановая проверка деп аталады. Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау туралы заңында бұл бойынша толық жазылған және кәсіпкерлік кодексте жазылған. Ол бойынша өрт қауіпсіздік саласына мемлекеттік бақылау бұл өрт қауіпсіздігінің және талаптарымен орындау тексеру бағытына мемлекеттік қызметкер және атқарады. Яғни азаматтық қорғау органдарының қызметкерлері болып табылады. Ал осы профилактикалық тексеру кезінде кәсіпкерлер нені білу керек? Тексеру қалай өтеді және бұзушылық анықталса қандай шаралар қолданылады? Ең бастысы профилактикалық тексеруге келгенде мемлекеттік инспектор қолында акт болу керек. Жәнегі акт біздің прокуратура органдарына тіркеліп, өзінің нөмірі болу керек. Және мемлекеттік инспектордың қолында акт болу керек тағайындау туралы. Ол бізде қазір таңда электронды түрде жүзеге асырылған. Әрбір акттың ішінде QR код бар. QR кодпен жәнегі прокуратура органының сайтына кіріп, мемлекеттік жәнегі тексеру бойынша ақпарат алуға болады. Инспектор жәнегі акты сізге нысандарын таныстыру қажет. Тексеру барысында жәнегі өрт қауіпсіздігі нелер бойынша өрт қауіпсіздік талаптарын бұзушылық болса, жәнегі акт толтырылады, және де нұсқама беріледі. Бізде профилактикалық бойынша қазіргі таңда әкімшілік хаттама толтырылмайды. Яғни бұл жерде жедел әрекеті бойынша акт беріледі. Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау туралы заңына сәйкес 38-ші тармаққа сәйкес жұмысын тоқтататын ғимараттарды немесе жабдықтарды пайдаланбауға тыйым салыну сияқты шаралар қолданады. Яғни бұл не үшін қолданады? Бұл жердегі адам өміріне деген өрескел жәнегі бұзушылықтар табылса, осы неме қолданады шара. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, тексеріс жүргізіледі деп. Тексеріс жүргізуге кімдер уәкілетті болып келеді? Яғни инспекторлардың
өкілеттігі қандай деңгейде? Біздің облыс пен және қалалар аудандарында өздерінің бас және мемлекеттік инспекторы бар. Яғни біздің аудан бойынша, облыс бойынша әрбір аудандарда және мемлекеттік өрт тексеру мемлекеттік инспекторлар бар. Яғни олардың әрқайсылары осы тексеруге жүзеге асыруға, ұйғарым беруге және жедел әрекет шараларын қолдану уәкілетті. Жаңағы жоспарлы және жоспардан тыс деп жатамыз. Осы тексерудің айырмашылығы неде және қандай жағдайда жоспардан тыс тексеру жұмыстары тағайындалады? Жоспарлы дегеніміз ол яғни осы бір жылға пландалған тексерістер, яғни жоспарлы тексеріле ма, тексерілмей ма нысандарды, оны сіздер жаңағы прокуратураның сайтынан қарай аласыз. Яғни сіздің нысаныңыз тексеруге жата ма 2026-ға или жатпай ма, ол бойынша жаңағы сайтта жазылып тұрады. Жарты жыл бұрын белгілі болады. Тексеру алдын ала хабарлама беріледі, 30 күн қалғанда. Бұл яғни кәсіпкерлік кодексте жазылған хабарлама жіберіледі и жаңағы жоспармен тексеріледі. Ал жоспардан тыс дегеніміз ол адамдардың жаңағы зақымдалуына, жаңағы өрт қауіпсіздік ережелері бұзушылығы жойылмаса, адамдарға жаңағы немесе ұйымдарға шағым түскен кезде тексерілетін, және өрт қауіпсіздік талаптарын бұзылу туралы нақты деректер түскен кезде сол кезде жаңағы жоспардан тыс тексеріледі. Ал енді жоспарлы ол жаңағы алдын ала тексерілу деп айттық қой жаңа. Ал жоспардан тыс дегенде ол нақты бір себептермен жаңағы тексеріледі. То есть ол жоспардан тыс сіздерді тексерсе, ол сіздерге алдын ала бір күн бұрын хабарлама беріледі, сізді тексеруге жатады деп. Ал жаңағы жоспарлы болса, ол сізге 30 күн алдын ала ескертеді, хабарлама жібереді. Солдан кейін ғана тексеріс ашылады сіздерге. Кейде осы жедел әрекет ету шаралары деген термин қолданылады, бұл нақты нені білдіреді және де қандай жағдайда қолданылады? Бұл яғни жедел әрекет ету шаралар дегеніміз ол нысандарда, яғни немесе ұйымдарда жаңағы қызметіндегі адамдардың жаңағы өмірмен, жаңағы денсаулығына қауіп төнген жағдайда болады. Оларды жаңағы адамдарымен өмірмен, денсаулығына нақты қауіп төнгенде, яғни ол бұзушылықтарды жоймаса, жаңағы мысал айта кетсек, уақытша тоқтату, жаңағы нысанда пайдалануға, тыйым салуға инспектор жедел әрекетін қолданады. Ол не айта кетсек, ол жедел әрекет дегеніміз ол жаңағы өрт қауіпсіздік ережелерінің бұзушылығын толық жойылмағанша ол объекті, нысанды жұмыс істемейді. Яғни пайдалануға жаңағы несін тыйым салынады. Сол бойынша осындай бір жедел әрекет шаралар қолданады. Осы соңғы жылда, соңғы уақытта дейікші, өрт қауіпсіздігі аудиті туралы жиі естіп кеттік. Бұл не және оның мемлекеттік тексеруден айырмашылығы қандай? Бізде қазіргі таңда аудит деген нәрсе бар. Ол аудит деген жеке кәсіпкерлер қызмет түрінде өтіледі. Яғни оны мемлекеттік емес, арнайы лицензиясы бар жеке ұйымдар ұйымдастырады. Аудиттің мақсатында нысанның өрт қауіпсіздігінің жаңағы талаптарын сәйкестігі немесе сәйкестігін емес анықтауы. Бірақ бұл жерде ескерте кетсек, аудит дегеніміз жаңағы мемлекеттік ұйымдарға, жаңағы мемлекеттік объектілерге, жаңағы кәсіби өрт сөндіру қызметіне, және де биіктігі 50 метрден астам ғимараттарға жасауға тыйым салынады. Соны ескере кетсек. Бізде қазіргі ондай болар жағдайлар. Мемлекеттік организация жаңағы профилактикалық іс-шаралардан тексерілмеу үшін осындай аудитқа жасатып тексерілмейді деп, бірақ ол қате болады. Өйткені бұл жерде біз аудитті қабылдамаймыз. Себебі осы заңға сәйкес мемлекеттік ұйымдарда аудит жасауға тыйым салынады. Және профилактикалық тексеру туралы айтып кеттіңіз ғой. Жеке аудит жүргізген жағдайда кәсіпкер осы профилактикалық тексеруден босатыла ма? Және егер болған жағдайда қандай талаптар қойылады? Егер нысан жаңағы немесе жоғары немесе орта деңгей қауіп санатына жатсақ, сарапшы жаңағы өткізілген ұйымнан 10 қорытындысын алса, жаңағы өрт қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін берсе, ол және сол мерзімге
профилактикалық іс-шаралардан босатылады. Алайда бұл жерде ескере кетсек, адамның өмірі мен денсаулығына қауіп төнсе немесе шағым түссе жоспардан тыс тексеріле береді ол объект. Соны ескере кетсек. Өрт қауіпсіздігі саласындағы сақтандырудың маңызы туралы айтып өтсеңіз. Бұл талап кімдерге? Бұл өте маңызды талап. Біздер қазіргі заңнамаларға өзгерістер енгізіліп жатыр. Жәнегіде қазіргі таңда осындай өрт қауіпсіздігінің саласындағы сақтандыру және енгізді. Яғни бұл сақтандыру дегеніміз адамдардың көп жиналатын және аумағы 2000 шаршы метрден асатын нысандардың иелеріне міндетті түрде және азаматтық құқық жауапкершілігі сақтандыру шартына отыру қажет. Бұл дегеніміз, егер ол сол нысанда бір өрт болса, сол жаңағы сақтандыру немесімен адамдар жаңағы зиян келсе, сол сақтандыру қорынан бұларға ақша төленеді, жалпы айтқанда. Мұндай сақтандыру шарты жоқ нысандар және қызметіне пайдалануға рұқсат берілмейді. Бұл да біз қазіргі заңнаманы жаңадан заңның өзгеріс енгізіп, бұл енді жаңадан шыққан, былайша айтқанда, жаңадан шыққан заң. Енді 2000 шаршы метр деп ғимараттар. Ал адамдар көп жиналатын нысандарға қандай ғимараттар жатады? Ол бізде адамдардың көп жиналатын ғимараттар ең бастысы бұл сауда орталықтары, және кинотеатрлар, вокзалдар, айта кетсек, спорт кешендері, тұрғын үй общага деп айтамыз ғой, сондай жерлер, жәнегі көп жиналатын ғимараттар адамдардың. Енді бұл жердегі бұл шығарып отырған заңның мақсаты адамдардың өмірі мен денсаулықтарының мүлкін қорғау. Яғни сол үшін бұл жердегі және сақтандыру деген нәрсені сол үшін шығарып, жәнегі біздің мемлекеттің тарапынан осындай заңнама күшке енді деп айтсақ болады. Ал осы ғимараттардың басшылықтарына қандай қосымша талаптар қойылған? Қосымша талаптар болғанда заңда нақты көрсетілген, яғни сақтандыру суммасы бәрі жазылған. Ол жерде кем дегенде 75 мың айлық есептік көрсеткіш болу қажет. Яғни төлем мөлшерлері де бұл жерде жазылған. Айта кетсек, адам қаза тапқан жағдайда жәнегі нысандарда жәнегі сақтандыру несі болса 5000 айлық есептік көрсеткіш дейін етілген. Бірінші топта мүгедектік алсақ, жәнегі 4000 айлық есептік көрсеткіші. Екінші топта мүгедектік алса адам, бұл жерде жәнегі 3000 айлық есеп көрсеткіші деп айта кетсек. Ал үшінші топта 1500 айлық есеп көрсеткіші жәнегі. Жәнегі бұл жерде айта кететін болсақ, мүлікті келтірген зиянмен жәнегі үшін тоже төлем ақысы қарастырылған, 1500 айлық есеп көрсеткіші қарастырылған бұл жерде. Кәсіпкерлер жиі жіберетін қателіктері қандай? Және кәсіпкерлердің жиі кетіретін қателіктері ол ең бастысы дабыл сигнализациясы, жәнегі автоматический пожарный сигнализация, дабыл нысаны жұмыс істемеуі, жәнегі өрт сөндіргіштердің болмауы, не болмаса жарамсыз күйде қолдануы, жәнегі электр сымдардың ақауларымен қолдануы болып табылады. Эвакуациялық шығулар жолдар жабық немесе болмаудан мүмкін, ол сондай нелер болады. Бізде бұл жерде біздің кеңес беріліп айта кетсек, өрт қауіпсіздік ережелерін үнемі тексеріп, жәнегі жаңартып отырыңыздар. Қызметкерлеріңізбен нұсқаулық өткізу қажет. Өрт сөндіргішпен дабыл жүйелерін уақытылы тексеріп, эвакуациялау жолдарын әрдайым ашық ұстаңыз деп кеңес береміз. Яғни бұл алдын алу шаралары кез келген өрттің алдын алу ең тиімді жол болып есептеледі. Яғни бізде өрттің алдын алсақ, оны өрт болғаннан кейін жәнегі айта кетсек, адамдар зардап шегуі мүмкін, материалдық шығын алып келуі мүмкін. Ең дұрысы сол өрттің алдын алу деп сондай профилактика шаралар жүргізу қажет. Жалпы Абай облысында биыл өрт оқиғаларының саны артқан біліп отырмыз. Жалпы өңір бойынша қазіргі өрт жағдайы қандай және оған қандай баға беретін едіңіз? Қазіргі таңда біз өрттің қорытындысы 9 ай қорытындысы бойынша бізде және департаменттің қызметкерлері жүргізеді статистиканы ол бойынша. Айта кетсек, біздің облыс көлемінде 897 өрт болған 9 айда. Оның ішінде 477 өрт жәнегі жеке тұрғын секторда болды. 211 өрт орман алқаптарда тіркелген.
86 өрт жәнегі автокөлік құралдарында тіркелген, және де 75 өрт бақылау алынған нысандарда жәнегі тіркелген. 45 өрт өзгеде басқа да нелерде тіркелген жағынан. Өрттерден келтірілген жалпы материалдық шығыны 1 миллиард 658 миллион теңгедей құрайды қазіргі таңда. Өрттің салдарынан 2025 жылы 10 адам қаза тапты, және 13 адам әртүрлі жарақаттар алды. Бұның бәрі айта кетсек өте күрделі, қорқынышты неме. Айта кетсек, статистика бойынша осындай жағдайлар болып отыр қазіргі таңда. Қандай баға бересіз? Қандай баға бергенде, бұл алдын алу жұмыстары үнемі жүргізіледі. Яғни бұл жерде көбінесе тұрғын секторда адамдардың өз-өздерінің жәнегі өрт қауіпсіздік ережелерін сақтамауына, жәнегі арнайы пеш қолданбайды, өздері адамдар үйлерде пеш құрап жасайды, самодельный деп айтамыз ғой, сол бойынша жәнегі истей батады, электр жүйелеріне аса мән бермей, жәнегі өрт қауіпсіздік ережелерін сақтамай осындай жасап, жәнегі үйдің бәрін құрап, сол себептен жәнегі бізде өрттің жәнегі асуы да көбеюді соған кеп әкеледі негізінде. Көбіне өрт қандай жағдаймен орын алады? Ең біріншіде ол бізде өрттің негізгі себептері былай статистикаға жүйенсек, электр құралдарын жәнегі дұрыс пайдаланбау. Осы бойынша өрт әсіресе көп болады, және де пеш пен мұржаларын дұрыс қолданбауы, жәнегі уақытылы тазаланбау, отпен абайсыз жұмыс істеуі, жәнегі балалардың отпен ойнау болып тіркеліп жатады осындай фактілер. Жәнегі өндірістік нысандарды айта кетсек болсақ, ол жәнегі жабықтырылған алдын алу техникалық жүйелерінің күйін бақыламау, және оның жұмыс істемеу болып табылады негізінде. Жәнегі табиғи факторлар айта кетсек бол, жәнегі бізде орман өрттерінде, орман алқаптарында ол найзағай түсу болып, жәнегі найзағай түсу, және құрғақ шөп жануы соған алып келеді. Көбіне сол орман алқаптарында. Орман алқаптарында найзағай түсу мен өрттердің тіркелетін көбі. Енді бізде өрттің басты себебі ол қауіпсіздікке сылғырт жәнегі қарау, қарапайым ережелерін, өрт қауіпсіздік ережелерін көптеген адаммен сақталмауы сол болып есептеледі негізі. Статистика бойынша өрттердің басым бөлігі жеке тұрғын үйлерде тіркелген айтып өттіңіз. Бұл тұрғыда тұрғындарға қандай сақтық шараларын ұсынар едіңіз? Ең бастысы қазіргі таңда бізге жылыту маусымы алдын келе жатыр. Соған байланысты және пеш пен мұржаларын әрдайым тазалап, және жарылған жерлерін сылап, пештерін және түтін шығатын жерлерін бәрін ақтап, өрт қауіпсіздік талаптарына сай қолдану қажет. Электр сымдарына ақаулар болбаса, және нелерін бәрін жөндеп, әр адам өзінің жауапкершілігімен өзінің жәнегі өрттің сақталуына аса мән беру керек деп ойлаймын. Ал осы кәсіпкерлік нысандарда анықталған ең жиі өрт қауіпсіздігінің бұзушылықтары қандай? Ол жәнегі кәсіпкерлерді нысандарда тексерілген жағдайда ең жиі бұзушылықтар ол жәнегі өрт сөндіргіштері болмауы, және немесе жарамсыз қолдануы, эвакуациялық шығу жолдары жабық, өрт дабылы мен хабарлау жүйесін істен шығу немесе мүлде болмауы, және электр сымдарды құралдары стандартқа сай келмеуі, қызметкерлердің өрт кезіндегі нұсқамалары өтпеу, осыны нелер болып табылады жәнегі. Ал осы бұзушылықтарға жол берген кәсіпкерлерге қандай шаралар қолданады, және қандай сомада айыппұл салынады? Қазіргі таңда кәсіпкерлерге жәнегі өрт қауіпсіздік қағидаларын бұзған үшін бізде әкімшілік жәнегі айыппұл бойынша қарастырылған. Бұны айта кетсек, әкімшілік құқық туралы бұзушылық кодексіне жүгінсек, 410 бабының бірінші тармағына сәйкес жеке тұлғаларға жәнегі 10 айлық есептегіш көрсеткіші, лауазымды тұлғаларға 20 айлық есептегіш көрсеткіші жәнегі. Ал кәсіпкерлерге 30-дан бастап 100-ге дейін айлық есеп көрсеткіші жәнегі айыппұл салынады. Және де бұл жерде нұсқама беріледі кәсіпкерлерге бұл бұзушылықтарды жою туралы. Жәнегі айта кетсек,
уақытша қызметін тоқтату бойынша жедел әрекеті қолданады. Яғни бұл егер бұзушылықтар, жаңағы айта кеттім, егер бұзушылықтар адам өміріне нақты бір қауіп төнсе ғана сондай бір қолданатын іс-шара болып есептеледі бұл жерде. Сіз облыс бойынша қандай профилактикалық жұмыстар жүргізесіздер? Мектептерге, ғимараттарға? Бізде қазір профилактикалық іс-шаралар жүргізіледі әрине. Біздің облыс бойынша 14 мыңнан астам нысандар тіркелген, жаңағы бақылау алынған. Оның ішіне айта кетсек, 1600 жоғары тәуекел дәрежесіне жатады, 550-дей орта тәуекел дәрежесіне жатады, және 12-нен астам ол төмен тәуекел дәрежесіне жатады. Яғни жаңағы жоғары мен орта тәуекел дәрежесіне жатқан нысандарға біз жыл сайын профилактикалық іс-шаралар жүргіземіз. Осы жылы айта кетсек 438 нысан тексеруге жоспарланған. Оның ішінде 333 нысан тексеріліп, жаңағы оларға нұсқама беріліп, департаменттің инженерлік инспектор құрамымен жүргізілген тексерулер нәтижесінде 2500-дей өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзушылықтар анықталған. Жалпы өрт қауіпсіздігінің ережелерін сақтау деңгейін арттыру үшін қандай ақпараттық немесе түсіндіру жұмыстары жүргізіледі? Бұл жұмыс бізде әрдайым өткізіледі. Қазіргі таңда бұқаралық ақпарат жүйелерінде профилактикалық іс-шаралар өткізіледі, және де тұрғын үй секторында әр күн сайын бұл жұмыс атқарылады. Біздің мемлекеттік инспекторлармен жәнегідей өздеріңіз көргендей алдыңғы аптада біз үлкен бір іс-шара өткіздік. Бұл тұрғын секторында жәнегі Восход деген жақта осындай адамдарды үйді аралау, жәнегі адамдарға жәнегі өрт қауіпсіздік талаптарын жеткізу бойынша осындай тұрғын үй секторында жұмыстар өткізілді. Айта кетсек, бұл жерде бізде радио, теледидар, жәнегідей Instagram парақшасында, басқа да бұқаралық ақпарат жүйелерінде осындай жұмыстар жүргізеді. Нелер талаптары бәрі негізі ашық жүйеде табуға болады. Осы эфиріміздің соңында соңғы сұрағымды қойсам, тұрғындарға және кәсіп иелеріне қандай қарапайым, бірақ маңызды ережелерді ұстануға кеңес берер едіңіз? Ең бастыдан әр адамның өз-өзін, жаңағы үйін, нысанын қауіпсіздік осындай ережелерін сақтап қолдану қажет. Себебі өрт деген нәрсеміз ол айтып келмейді. Айтады ғой, өрт тілсіз жау деп. Яғни бұл немемен біздің мемлекеттік өрт қарсы бақылаудың мақсаты ол айыппұл салу емес, жәнегі айта кетсек, ол өрттің алдын алу деген жұмыстар. Сондықтан кәсіпкершілікке және кәсіпкерлерге бұзушылықтар бар кезінде жойып, және қауіпсіздік талаптарını үнемі сақтап отыру қажет. Жәнегі жеке үй тұрғын секторларын айта кетсек, жәнегі адамдарға ол әр адам өзінің үйіне жауапты болады. Ол өз-өзінің өрт қауіпсіздігін талаптарын сақтап, өз үйін, өзінің қоршаған ортасын, өзінің бала-шағасын ойлап, айта кетсек, пештердің, электр сымдарын бәрін дұрыс қолданып, өрттің болдырмауына жұмыс жасау қажет. Өрт қауіпсіздігі әрбіріміздің өмірімізбен мүлкімізге тікелей қатысты мәселе. Бүгінгі подкастта айтылғандай, жылыту маусымындағы өрт оқиғаларының артуы, қауіпсіздік ережелерін елемеудің салдары туралы сөз қозғаған болатынбыз. Сондықтан ең алдымен әрбір азамат, әр кәсіпкер өз жауапкершілігін түсіну керек. Қарапайым ережелерді сақтау үлкен апаттың алдын алады. Уақытылы тексеріс, ақаулы жабдықты жөндеу, өрт сөндіргіш құралдарды дайындау қауіпсіздіктің кепілі. Ерасыл Ержанұлы айтып кеткендей, басты мақсат өрттің санын азайтып, адам өмірін сақтау. Біздің де міндетіміз осы бағытта бірлесе әрекет ету. Ерасыл мырза, уақыт бөліп ақпаратпен бөліскеніңізге рахмет. Алдағы уақытта жұмыстарыңызға тек сәттілік тілеймін. Құрметті көрермен, бүгінгі подкастымыз пайдалы болды деп ойлаймын. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.